Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен лағман дайындаймыз. Лағманның қамырын менің анам дайындайды. Біз лағманның қамырын дайындағанда міндетті түрде жұмыртқа қосамыз. Жұмыртқа қоспай да дайындайтындар бар. Жұмыртқамызды салғаннан кейін тұз қосылған суымызды құйып, қамырымызды жақсылап тұрып илеп аламыз. Суын аз-аздан қоса отырып, қамырға қаншалықты су қажет болады, соншалықты су құйып отырамыз. Тұзды суымызды, барлық суды бірақ құйып жүрмеңіздер. Қамыр өте жұмсақ болып кетпеу керек. Қамырдың жұмсақтығы орташа болады, не өте қатты емес, не өте жұмсақ емес. Енді оны мынандай пакетке салып қоя тұрамыз. Бетін жауып немесе қоя тұрамыз. Бір 10-15 минут өткеннен кейін қамырымызды тағы да бір рет қолымызбен илеп жібереміз де тағы да пакетке салып қоя тұрамыз. Сөйтіп 1-2 рет илеп жіберсеңіздер болады. Сол кезде біздің қамырымыз өте жақсы созылатын болады. Енді міне дайын болған қамырымызды жайып аламыз да. Қалыңдығы аса маңызды емес, ең бастысы өзімізге қажетті мынандай бөліктерге бөліп алу үшін керек. Енді әр бөлікті осылайынан қолымызбен жайып шығамыз. Қолымызбен былай домалатып жайып шығамыз да. Міне былайынан бәрін қолыммен осылайынан жайып шығамыз, домалатып. Дөңгелек болып шығу керек әр қамырымыз. Енді ыдысымыздың түбіне май жағамыз да, осының үстіне қамырымызды міне былай айналдырып жинап шығамыз. Міне былайынан дөңгелетіп, немесе айналдырып деп айтсақ та болады, жинап шығамыз осылайынан. Барлығын жинап болғаннан кейін бетіне тағы да кішкене май жағып шығамыз. Ең бастысы біздің қамыр бір-біріне жабысып қалмау керек. Майы жақсылап сіңіп, өте жақсы созылатын болады. Енді осының бетіне тағы да бетін жауып, мен мынандай пакетикпен жабам. Жауып бір 30 минутқа қоя тұрамыз. Мінекей 30 минутымыз өтті, енді лағманымызды соссақ болады. Мінекей осылайынан екі жағынан тарта отырып созамыз. Созғанда да қолымызбен, саусақтарымызбен былай дөңгелете отырып созатын боламыз. Сонда доп-домалақ болып созылатын болады. Жалпақ емес, дөңгеленіп созылатын болады. Мінекей өздеріңіз көргендей саусақтарыңызбен былайынан екі жағынан да саусақтарыңызбен айналдыра отырып созасыз. Сол кезде біздің қамырымыз дөңгеленіп шығады. Жақсы болып, біркелкі дөңгеленіп шығады. Енді осылайынан әрбір қамырымызды созып, жіңішкергенше созып аламыз. Өзімізге қажетті жіңішкелікке жеткенше созып аламыз да. Мінекей қазір кішкене баяу темпті көрсетеміз. Міне екі жағында саусағымызды айналдыра отырып создық. Енді міне қажет қалыңдыққа жеткен кезде қолымызға осылайынан қамырымызды жинаймыз да, оны ақырын соза отырып, былайынан қазір ақырын соза отырып, былай столға ұрғылаймыз. Біз енді осылай істейміз. Кейбірлер құр ғана ақырын созып қоя салатындар бар. Әртүрлі әдістер қолданады. Біздің әдіс осындай. Мінекей осылайынан барлығын қолымызға жинаймыз да, екі жаққа тарта отырып столға соғамыз. Сонда қамырымыздың жіңішкелігі тағы да жіңішкере түседі. Енді қайнап тұрған суымызға салып, шанышқының көмегімен араластырып жібереміз. Жаңағы қамырымыз жабысып қалмас үшін судың ішінде жақсылап араластырып жібереміз де, бетін жауып қайнағанша, бір бұрқ етіп қайнағанша қайнатамыз. Мінекей бір рет бұрқ етіп қайнады, одан артық көп қайнатудың қажеті жоқ. Енді осы қамырымызды сүзіп аламыз. Біз шанышқының көмегімен сүзе береміз. Өздеріңізге қандай әдіс ыңғайлы, сонымен сүзсеңіздер болады. Енді осы қамырымызға ыстық күйінде кішкене май құйып, енді оны былайынан кішкене жайып суытып аламыз. Міндетті түрде май құямыз, сол кезде жабыспай өте дәмді болып шығады. Мінекей қамырымыз дайын. Қатты жуан да емес, қатты жіңішке де емес, өте керемет болып шықты. Енді салмасын дайындауға кірісейік. Мен үйдегі бар заттармен дайындап жатырмын.
мысалға ет, пияз, сәбіз, бұрыш, орамжапырақ сияқты, картошка сияқты нәрселерді қосып, бірақ негізінде өз қалауыңыз бойынша қосымша тағы да басқа ингредиенттер қоссаңыздар болады. Мысалға жанды қосып жатады, сельдерей қосып жатады, немесе редька қосып жататындар болады. Өздеріңіздің қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Мен үй лағманы болғаннан кейін үйдегі бар заттарды мен дайындап жатырмын. Мінекей енді етімізді, пиязымызды, сәбізімізді осылайынан қуырып аламыз да. Мен тұзды осы қуыру барысында қосып аламын. Тұзымды қосып қуырамын. Одан кейін томатымды қосып қуырамын да. Жақсылап тұрып қуырып алғаннан кейін суымызды құямыз. Мінекей томатымды қосып қуырамын. Енді суымызды құйып, баяу отта еті піскенше пісіреміз. Еті піскеннен кейін мен орамжапырақты салып 15 минут қайнатып алам. Одан кейін бұрышыменен картошкамды салып, картошка піскенше пісіріп алам. Мінекей осыменен менің салмам дайын болды. Енді лағманды салып ұсыну ғана қалды. Мен былайынан қамырын бөлек, салмасын бөлек ұсынғанды ұнатамын. Мінекей достар, осымен біздің лағманымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса жүріңіздер. Алда әлі талай қызық рецепттер болады.